Баршаңызға қайырлы кеш, құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздерге той жиынға арналған капуста мен майонезсіз салатын рецептімен бөлісемін. Видеоны өткізбей мұқият соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге капуста қажет болады. Мен осындай бір шарасын жасадым. Мен 6 осындай дөңгелек капустаны қолдандым. Яғни мендегі қазір пісіп жатқан балығын свежий капуста, кішкентай түрі. Егер үлкен түрін қолданатын болсаңыздар, 3 данасы жеткілікті. Видеодағыдай кесіп алып, ортасында қатты бөлігін алып тастайсыздар. Және де видеодағыдай осындай ірі көлемде 4 бөлшектетіп кесесіздер. Неге ірі көлемде десеңіздер, бұны қазір тұз салып, жаңағыдай өлтіріп алатынымыз дейді ғой, сондай жұмсартып аламыз. Сол кезде көлемі кішкентай болып кішірейіп кетеді. Содан кейін бөлек үлкенірек ыдысқа сала беріңіздер. Видеодағыдай осындай арасын ашып салыңыздар. Сонда тұзы сіңімді және де толықтай барлығы жұмсаратын болады. Капустаны таңдайтын кезде де жаңағыдай жұмсақтау түрін алғандарыңыз дұрыс. Барлығын осылай ашып алғаннан кейін араларын бір ас қасық толтырып тұз салдым. Енді сіз жасаған көлеміңізге байланысты саласыз. Және де қолдың көмегімен осылай тұзын барлығын араластырып кішкене мұжғылайсыз. Бұл салатқа қосымша болгар бұрышы, сәбіз, қияр, қызанақ және де сарымсақ қажет болады. Барлығын алдын ала тазартып, жуып, сәбіздің қабығын ашып аламыз. Пияз керек болады және де 2 үлкен пиязды қолдандым. Және де сковородка, яғни табамызға май құйып, сәл сарғайтып қуырасыздар. Қатты қызарып кетпесін. Сосын үстіне осы жаңағы болгар бұрышын осылай ұзын-ұзын етіп турап салдым. Және де сәбізді терканың үлкен көзінен өткізіп аласыздар да саласыздар. Негізі үлкенірек қазан болсын, сондайға жаңағыдай қуырғандарыңыз дұрыс. 5 минуттай ғана қуырасыздар. Бұл жерде жаңағы тарелкеде көрсеткенім ащы бұрыш. Егер ащылеу болған қаласаңыздар, 2 данасын қостым. Және чеснокты, яғни сарымсақты үкіштен өткізіп алдым. Енді қиярымызды видеодағыдай осылай ортасынан бөліп қиғаш етіп турайсыздар. Және де қызанақты ортасынан бөліп осылай қиғашынан ірі көлемде тураңыздар. Майда етіп турасаңыздар езіліп кетеді. Барлығын осылай турап аламыз. Бұл жерде мен бір шараға 6 дана үлкен жаңағыдай қызанақ қолдандым. 5 минут қана қуырылған осы жаңағы сәбіз, болгар бұрышын барлығын жаңа капустаның үстіне саламыз. Келесі кезекте 5 минут қана қуырылған сәбіз бен болгар бұрышын саламыз. Үстінен сарымсақ және ащы бұрышымызды саламыз. Егер қатты ащы болғанын қаласаңыздар, қазір приправа салатын кезде қызыл бұрыш салуға болады. Туралған қиярымызды саламыз. Осылай қиғаш етіп тұраңыздар, әдемі болып көрінеді. Және де қызанақты саламыз. Барлығын осылай үлкен-үлкен етіп жайып қойыңыздар. Және кинза шөбін салдым. Негізі салатқа осы кинза шөбі өте жақсы дәм береді. Егер ұнамаса, кәдімгі укропты қосуға болады. Бұл жерде мен көп көлемде жасағандықтан ас қасықтың көлемімен қолдандым. 1,5 ас қасық кориандр және де 2 ас қасық толтырып паприка салдым. Паприка салатқа жақсы дәм береді. Бұл міндетті түрде салыңыздар. Және де сәбіз салатқа арналған приправадан 1 ас қасық толтырып, және тұз салдым 1,5 ас қасықтай. 2 ас қасық 6% алмалы уксус қостым. 70%-тан қосатын болсаңыздар 1 ас қасық жетеді. Барлығын жақсылап араластырып, жарты сағатқа қойсаңыздар, толықтай приправасы сіңіп, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер және де каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Төменгі жақта поделиться деген бөлім тұр, соны басып, WhatsApp желісінде чаттарға, группаларға осы видеомды бөлісіп қойсаңыз жақсы болар еді. Жасап көріңіз, ас болсын.